Бұл үкіметтің блогер дейді. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, ағайын, амансыздар ма? Достар, мен әрдайым айтамын ғой, бізге негізі сырттан жау керек емес. Біз бір-бірімізді жалмап бітеміз. Және сол дүниеге итермелейтін, бізді сол дүниеге жеткізетін дәл осындай кухонный оппозиционерлер. Кухонный оппозиционер деген кім, ағайын, түсіндіріп берейін, қараңыздар. Не суреті жоқ, парақшасы фейк, және осындай блапт комментарий жазады. Шын оппозиционер ол әрдайым әр қазағым, жалғызым деген дүниені ұстанады, естеріңде болсын. Және құрметті қазақ елі, мен сіздерге айтайын, оппозицияны негізді алдыға итеретін ол билікті, Тоқаевты, Назарбаевты жек көру емес, ең бірінші халқына деген махаббаты мен ілтипаты. Ал бұларды алға сүйрейтін тек сол мына жердегі жек көру ненависть. Түсінесіңдер ма? Сендер кухонный оппозиционерлер әрдайым айтасыңдар да, біз демократияны қолдаймыз дейсіңдер. Сендердің жасап жүргендерің бірақ демократия емес, сендердің жасап жүргендерің таза диктатура. Дәлелдеп берейін. Мысалға, адам өз ойын айтады, өз пікірін айтады, және оның ойы пікірі саған ұнамай қалады да, бірақ ол автоматом сол кезде сен үшін жау болады, сатқын болады, биліктің жаңағы блогері болады, КНБ-нің адам болады. Сендердің ойларың бойынша. Ал демократияны қолдайды екенсіңдер. Неге онда әр адамның өзінің азаматтық позициясы бар дегенді ұстанбайсыңдар? Ей, 200-лер. Құрметті қазақ елі, айтып отырмын ғой, біздің елде демократия жоқ. Біздің елде дәл осындай кухонный оппозиционерлер бар. Аман болайық.